Соңғы 8 күн бойы тоқтаусыз келіссөз өткізген Иран мен әлемдік 6 держава Тегеранның ядролық бағдарламасының кейбір тұстарын тоқтату туралы негізгі мәселелерде келісімге келді. ақш Ресей билігінің Қырым татарларының бірнеше ақпарат құралын жапқанын қатаң айыптады. Ал Кенияның солтүстік шығысындағы Гариса қаласында бетперде киген қарулы адамдардың колледж қалашығына жасаған шабуылынан 147 адам қаза тапты. Шет елдердегі осы және өзге де маңызды ақпараттарды алдағы топтамадан көріңіздер. Иран мен әлемдік 6 держава Тегеранның ядролық бағдарламасының кейбір тұстарын тоқтату туралы негізгі мәселелерде келісімге келді. Еуропа одағының сыртқы саясат жөніндегі жоғарғы комиссары Федерика Могерини бірнеше күнгі кеңесте қол жеткен уағдаластықты Иранмен келіссөздегі шешімді қадам деп атады. Ал Иран сыртқы істер министрі Мохаммад Джавад Зарифтің сөзінше, Тегеран мен ақш, Ресей, Қытай, Франция, Ұлыбритания және Германия Иран қол жеткіземіз деп отырған межеден әлі алыс тұр. ақш мемлекеттік хатшысы Джон Керри Твиттерде аккаунтында тараптар Иранның ядролық бағдарламасына қатысты негізгі мәселелерде ортақ шешімге келгенін және маусымның соңына дейін түпкілікті келісім жасауға таяу уақытта кірісетінін хабарлады. ақш мемлекеттік департаменті өкілі Мари Харп Қырым татарлары ақпарат құралдары қызметінің тоқтатылуын Қырымдағы сөз бостандығын тұншықтыру әрекеттерінің соңғы көрінісі деп атады. АТР телеарнасынан бөлек Майдан радиостанциясы мен Лале балалар телеарнасы да қызметін тоқтатқан. Ал АТР телеарнасы жабылғаннан кейін Қырым басшысы Сергей Аксенов республикада қоғамдық Қырым татарлар телерадио компаниясын құруға тапсырма берді. Оған жаңа телеарна ашуға Қырым қозғалысының съезіне қатысушылар өтініш білдірді. Ал Кремльге қарасты Известия газетінің жазуынша Родина партиясының жетекшісі Алексей Журавлев Ресей мен Кремльді сынайтын шетелдіктердің елге келуіне тыйым салу керек деген ұсыныс жасады. Ол Ресейдегі бұқаралық ақпарат құралдарын бақылайтын Роскомнадзор мекемесі әлеуметтік желідегі парақшасында немесе басылым беттерінде елімізді сынаған шетелдіктерді қара тізімге алсын дейді. Кенияның солтүстік шығысындағы Гариса қаласында студенттердің жатақханасына шабуыл жасаған аш-шабаб тобының 4 лаңкесі арнайы операция барысында өлді. Экстремистердің қолынан кем дегенде 147 адам қаза тапқан. Бұл туралы аталмыш елдің ішкі істер министрі хабарлады. Қауіп қатердің 90%-ын жойдық. Біз 4 терроршының өлтірілгенін растаймыз. Шабуылға қатысқандардың саны анықталған жоқ. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері аймақты тазалап жатыр. Біз қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы жаңа ақпарат алып тұратын боламыз. Кения билігі студенттер қалашығына шабуыл жасаған ең басты күдікті әлдебір Мухаммед Мухаммуд дейді. Ол туралы ақпарат беретіндерге $215 мың көлемінде сыйақы ұсынып отыр. Сонымен қатар Сомалимен шектес Кенияның 4 аймағына коменданттық сағат енгізілген. Шетелдердегі радикалды исламшыл топтардың жаттықтыру лагерлеріне баратын тунистіктер ел қауіпсіздігі үшін жарылатын бомба сияқты. Бұл туралы Тунис елінің президенті Беджи Каид Эссепси хабарлады. Сонымен қатар ол елде теракт болмайтынына да кепіл бере алмайтынын атап өтті. Қаза тапқан 2 Тунис азаматы Ливияның жаттықтыру лагерінде шеберліктерін арттырып жатқан. Сирия мен Ливияның жаттықтыру лагерінде болып қайтқан азаматтарға әлде қауіп бар деп санаймыз. Және билік Сирияда жүрген тунистік азаматтар елге оралатын болса, үлкен мәселе туындайды деп алаңдап отыр. Болжам бойынша қазіргі таңда мыңдаған тунистіктер Ирак пен Сирияда радикалды топтармен бірге соғысып жатқан көрінеді. Жұлдыз Абдыхалықова, Қазақ Ньюс, шетел жаңалықтары.